Етеккір циклы қалыпты жағдайда неше күн келуі керек, қай уақыттарда етеккірдің нақты кешігуі задержка деп аталады, я? Сонымен қатар етеккір циклы арқылы овуляцияны қалай біле аламыз? Міне осы сұрақтарға толық жауап алу үшін осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңда Ақжүніс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог және де косметолог, нутрициолог дәрігермін. Бүгінгі тақырыпта біз осы жалпы етеккір циклы туралы толыққанды мәлімет айтатын боламыз. Сондықтан осы видеоны соңына дейін тыңдап, менің каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басып, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий жазсаңыздар, тіпті керемет, сіздерді күтемін. Ал кеттік. Жалпы қыз-келіншектер, етеккір циклы нормада неше күн болу керек? Оны сізге нақты айту үшін біз бірінші әйелдің жасына, яғни сәйкес айта аламыз оны. Бірінші репродуктивный жас деген нәрсе бар, яғни репродуктивный возраст. Бұны қазақша айтқанда ұрпақ өрбіту жасы деп айтады, яғни бала тууға қабілетті жас, я? Сонымен қатар мынандай жас болады, жасөспірімдік шақ, яғни етеккірдің алғашқы келген жылдары. Сонымен қатар климаксқа түсер алдындағы жылдар, яғни предклимактерический период деген нәрсе бар, я? Сол арнайы уақыттарға сәйкес әйелдердің етеккір циклы тоже нормасы әртүрлі болады. Енді бірінші ұрпақ өрбіту жасы, репродуктивный возраст, я? Бала тууға қабілетті жастағы әйелдердің, қыздардың етеккір циклының нормасы, я? Нормасы бізде 21 күн және де 35 күн деген болатынбыз, бұрынғы уақыттарда. Ал қазір 24 және 38 күн. 24 күн мен 38 күн аралығындағы күндер сайын етеккірдің келіп отыруы ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдерді бұл қалыпты, я? Мысалы 24 күн сайын, 25 күн сайын келіп отыру мүмкін етеккіріңіз, 30 күн сайын келіп отыру мүмкін, 35 күн сайын келіп отыру мүмкін, 37 күн сайын келіп отыруы это нормально, я? Бұл соған сәйкес уақыт. Енді екінші нәрсе бар, бұл жасөспірімдерде, яғни етеккірі алғаш келген қыздарда, яғни жалпы қыздарда етеккірдің алғашқы келуі бұл бізде менархия деп аталады. Сол алғашқы етеккір келген жылдары қыздарда, жасөспірімдерде етеккір тұрақсыздау болуы мүмкін. Яғни етеккір циклы 20-90 күн аралығындағы күндер сайын келіп отыруы мүмкін. То есть жылына кемі 4 және одан да жоғары етеккір циклының болуы это қалыпты. То есть алғашқы етеккір келген жылы. Түсініңіздер ғой? Одан кейін келесі жылына хотя бы кемі 6 рет етеккір келу керек. Содан кейін одан кейін 4-ші жылдары уже ол жасөспірімнің, яғни етеккірі тұрақталуы керек. Жаңағы мен айтқан 24 күн және 38 күн аралығындағы күндерге сәйкес қалыптасуы керек. Ал егер ондай қалыптаспайтын болып жатса, ол қызда, жасөспірімде гормондық бұзылыстар бар дегенді білдіреді. Ондай уақытта сіздер, егер осы айтылған нормаға сәйкес болмаса, сізде тұрақталмаса, мүлдем ал етеккірдің алғашқы келген жылынан кейін 3-ші, 4-ші жылдар мүлдем етеккіріңіз тұрақталмаса, сіз уже гинеколог дәрігеріне бару керексіз. Екінші жайт бұл предклимактерический период, яғни әйел адам климаксқа түсер жылдары, климаксқа түсер алдынан 4-5 жыл бұрын етеккір циклы тоже кішкене бұзылуы мүмкін, ұзару мүмкін, немесе қысқару мүмкін, я? Ол 50 күн сайын келу мүмкін, 90 күн сайын келу мүмкін деген сияқты. Солай уже етеккірі тоқтайды. Бұл тоже қалыпты, яғни бұл предклимактерический периодтағы әйелдің етеккір циклының осындай бұзылысы. Бұл не үшін болады? Яғни алғашқы жаңағындай менархия етеккір келген жылдары жасөспірімдерде организмінде гормондық өзгерістер болып жатады, яғни приспособление деп айтамыз. Сондай
өзгерулер, дамулар енді болып жатады. Ал предклимактерический периодта ол кезде уже бүкіл репродуктивный функциялары басыла бастайды, яғни угасает. Енді қараңыздар, жалпы айтып отырмын ғой, нормада 24 және 38 күн сайын келіп отырса қалыпты. Бірақ мынандай бір нюанс бар. Дені сау әйелдердің все-таки бір жылдың ішінде, жаңа мен айттым, қалыптыда 8 етеккір және одан да көп болу керек. Одан да 1-2 айларында бұзылыстар болуы мүмкін. То есть бір жылда етеккір циклы 1-2 рет, 3 рет, ары кетсе максимум 3 рет кешіксе, дұрыс келмесе, это тоже нормально. Неге? Өйткені әйел бізде робот емес. Әйел робот емес. Оның өміріне неше түрлі өзгерістер болуы мүмкін. Стресс болуы мүмкін. Қандай да бір эмоционалдық депрессия жағдайда жүруі мүмкін. Артық салмақ қосуы мүмкін, немесе салмақ тастауы мүмкін. Сондай да бір әртүрлі өзгерістердің нәтижесінде осындай 1-2 бұзылыс бір жылда болып тұру, это тоже нормально, да? Бірақ енді қай кезде тексерілу керек, тексерілмеу қажет, соны қазір мен сіздерге айтатын боламын. Енді тағы бір мынандай факт бар. Әйелдерде егер етеккір циклы тұрақты болатын болса, жаңағы мен айтқандай 24 күн 38 және 24 пен 38 күн аралығындағы күндер сайын етеккірі келіп отыратын әйелдердің 99.9%-ында овуляция жүреді. Соны еске сақтаңыздар. Бірнеше қыз-келіншектер жүктілік жоспарлап жүрген келіншектер болса, сіздер соны біліңіздер. Егер етеккір циклыңыз жаңа мен айтқан сәйкес нормаға сәйкес болса, сізде 99.9% овуляция бар дегенді білдіреді. Тағы бір нюансты айта кетейін, осы жерде дені сау, тұрақты овуляция болатын, етеккір циклы уақытылы келетін әйелдердің өзінде бір жылдың ішінде, 12 айдың ішінде, яғни 1-2 айларда овуляция болмай қалуы, да, это тоже нормально. Қалған уақыттарда овуляция ол әйелде болады. Ол не үшін болады? Ондай любой әйелде дені сау, жаңа мен айтқандай стресстің әсерінен болуы мүмкін, немесе қандай да бір фолликулярный киста пайда болуы мүмкін, сіз артық салмақ болуы мүмкін, немесе салмақ бірден тастаған болуыңыз мүмкін, диетада жүрген болуыңыз мүмкін, срыв болуы мүмкін какой-то, сондай әртүрлі факторлар әйелдің репродуктивный функциясына әсер етіп, даже дені сау бола тұра бір жылда осындай 1-2 рет өзгерістер болуы мүмкін. Мысалы, мынандай келіншектер болады, өзімді практикамда кездестірдім. Мысалы, маған бір келіншек келді, етеккір циклы тұрақты, беременность планировать етіп жүр. Маған келген кезде мен айттым, у тебя 100% овуляция бар дедім. Енді бұл жерде 100% емес, 99.9% овуляция бар дегенді білдіреді. Бірақ именно сол моментте әйел баланы көтеруім қажет деген сияқты өте қатты стрессовый жағдайда жүрген уақыттарда УЗИге түскен кезде УЗИде овуляцияны көрсетпеді. Яғни доминантный фолликул өспеген, ешқандай да желтый тело пайда болмаған, соған байланысты сол моментте дәрігерлер ойлап қалды, что у нее нету овуляции деп. Мен сосын ол кісіге рекомендовать еттім. Кішкене успокоиться етіп, успокаивающий препараттар қабылдап, тыныштандырып, өзін келесі айда қайтадан заново тексеріліңіз дедім. Қайтадан заново тексерілсе, сол моментте ол кісіде уже овуляция бар екендігі УЗИ арқылы нақтыланды, яғни подтверждация етті. Яғни бұл нені білдіреді? Әйел ешқандай да робот емес. Дені сап-сау әйелдің өзі осындай сыртқы жағдайлардың әсерінен жылына 1 рет хотя бы или 2 рет овуляция бұзылысы болуы мүмкін. Егер постоянный бұзылыс болатын болса, это уже ненормально, это уже бұзылыс, бұл кезде уже тексерілу керек. Түсініңіздер ғой? Енді тағы мынандай факт. Біз қай кезде задержка деп айтамыз. Мен сіздерге мынаны айтпай кетіппін, кстати, етеккір неше күн келу керек? 2-7 күн аралығында келуі қажет.
Примерно келу жаңағыдай несі 50-80 миллилитрдей. Егер сіз өзіңіздің келген етеккір цикл кезінде келген қанды сіз бақылаңыз, прокладкаңыз қаншалықты толады. Егер күніне сіз 10 шақты өте көптеген прокладка құйылып келіп ауыстыратын болсаңыз, бұл кезде тоже тексерілген дұрыс. Себебі сізде сопутствующий қандай да бір заболеванияларыңыз болуы мүмкін, анемия болуы мүмкін, соның есебінен де болуы мүмкін. Бұндай уақытта әйел постоянно анемичный болады, сондықтан тексерілген дұрыс. Арнайы анализдерге гинеколог дәрігеріне барып. Енді мынандай факт бар. Задержка. Яғни задержка деп біз қай кезде айтамыз? Задержка деп біз 7-10 күн етеккір кешіккен уақыттарда ғана айта аламыз. Кейбір қыз-келіншектер болады, 1 күн кешікті, 2 күн кешікті да, сол уақытта менде уже задержка деп ойлап жатады. Жаңа мен айтқандай, любой фолликулярная киста вдруг у вас появилась, например, или болмаса стресс болды қандай сол айларда, сол моментте сіздің етеккіріңіз 1-2 күнге кешіксе, это нормально. Кейін етеккіріңіз келуі мүмкін. То есть 7-10 күнге дейін етеккірдің кешігуі бұл задержка деп аталады. Бірақ енді басқа жағдайларда 7-10 күн етеккіріңіз келмесе не істеу керек? Яғни бұл жерде біз бірінші жүктілікті исключать етуіміз керек, беременность. Яғни көптеген қыз-келіншектер задержка болған 1-ші күні, 2-ші күні, 3-ші күнді тексеріп жатады. Яғни көп жағдайларда беременность подтверждация етеді, кейде беременность подтверждение болмай қалып жатады. Сондықтан етеккір цикліңіз сіздің кешігіп жатса, 7-10 күннен кейін лучше тексерген дұрысырақ. Себебі көп жағдайларда ожидание болмай қалып, етеккіріңіз келуі мүмкін, тест отрицательно көрсетуі мүмкін. То есть задержка 7-10 күн кешіксе ғана задержка деп аталады. Және де бұл уақытта сіздер беременностьті исключать етуіңіз керексіздер, жүктілік бар ма жоқ па. Содан кейін барып, егер 10 күннен астам өте ұзақ уақыт келмей жатырса етеккіріңіз, ол кезде сіз уже тексерілуіңіз қажет. Бірақ 1 жылда 1-2 бұзылыс болса, это нормально. А если постоянно, это уже дұрыс емес дегенді білдіреді. Енді қараңыздар, тағы бір мынандай түсінік, бізде гормондардың көбісі гипофизде және аналық безінде бөлінеді, яичникте. Ал біздегі жатыр мен жатыр түтіктерінің несі, жаңағыдай мақсаты бұл жерде баланы көтеру, яғни ұрпақ жалғастыруға қабілетті бізде орган болып табылады. Жатыр ол гормон бөлмейді ешқандай, жатыр түтіктері тоже ешқандай гормон бөлмейді. Мысалы, үлкен климакс жасына түскен апайларда қандай да бір жаңағыдай әртүрлі аурулар болуы мүмкін, қан кетіп жүрген болуы мүмкін, дисфункциональный маточный, аномальный маточный кровотечение болуы мүмкін. Сол уақыттарда жатыр түтіктерін, жатырларын алып тастап жатады, сол уақытта олар ойлайды, гормондық формамызға әсер етеді ме деп. Жоқ, ол әсер етпейді, себебі ол гормон зависимый болғанмен, ол гормон продуцирует етпейді өзінен, гормондар бөлмейді жатыр түтіктері. Ол просто бізде жатыр түтіктері яичникпен, то есть яйцеклеткамен, яғни аналық және аталық жыныс клеткаларының кездесетін орны, немесе эмбрион түзіліп, сол эмбрион жатырға жылжып бару үшін арналған орган, жатыр түтіктері. Ал жатыр бұл бізде баланы выносить етуге арналған орган болып табылады. Қыздар, бүгінгі менің айтқан сіздерге ақпараттарым пайдалы болды деген үміттемін. Егер де сіздерге шынымен де ұнап жатырса, пайдалы болып жатырса, құрбы қыз-келіншектермен бөлісіңіздер, және де маған пайдалы жаңағыдай қуанып қалу үшін міндетті түрде лайк баса кетіңіздер, және сұрақтар болса комментарий жазсаңыздар болады.